Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін бізде 6-шы сабақ дәруменнің пайдасы. Польза витаминов. Жаңа сөздер. Новые слова. Напиши в словарь и выучи. Пайдалы, полезный, ағза, организм, дәрумен, витамин, табиғи, природный. Бірінші тапсырма. Тыңда, сұрақтарға жауап бер. Жеміс-жидектер мен көкөністерді ата. Послушай текст и ответь на вопросы. Назови фрукты и овощи. Жемістер бақта өседі. Көкөністер бақшада өседі. Фрукты растут в саду, а овощи на огороде. Жемістердің түрлері алма, алмұрт, шие. Виды фруктов – это яблоко, алма, алмұрт, груша, шие, вишня. Ал сәбіз, картоп, қызанақ, қызылша көкөністерге жатады. Сәбіз – морковь, картоп – картошка, қызанақ – помидор, қызылша – свекла. Это все относится к овощам. Давайте теперь ответим на вопросы. Жемістер қайда өседі? Қайда? Где? Где растут фрукты? Жемістер бақта өседі. Көкөністер қайда өседі? Где растут овощи? Көкөністер бақшада өседі. Қандай жемістерді білесің? Қандай? Какой? Какие? Какие фрукты ты знаешь? Жемістердің түрлері алма, алмұрт, шие. Қандай көкөністерді білесің? Какие овощи ты знаешь? Сәбіз, картоп, қызанақ, қызылша. Екінші тапсырма. Оқы, прочитай. Сұрақтарға жауап бер. Ответь на вопросы. Адам ағзасына табиғи дәрумендердің пайдасы мол. Для организма человека очень полезны природные витамины. Табиғи дәрумен дегеніміз жеміс-жидектер, көкөністер. Природные витамины – это наши фрукты и овощи. Қызанақ, алма, шие, сәбізде А дәрумені көп. Витамин А есть в помидоре, яблоке и в вишне. А еще морковке. Қызылша мен қызанақта В, Б дәрумені бар. А витамин В есть в свекле и помидоре. Қазақ халқының сүт тағамдары да дәрумендерге өте бай. В молочных продуктах казахского народа очень много витаминов. Қымызда С дәрумені бар. Витамин С есть в қымызе. А теперь вопросы. Адам ағзасына қандай дәрумендер пайдалы? Какие витамины полезны для организма человека? Адам ағзасына табиғи дәрумендердің пайдасы мол. Неде табиғи дәрумен көп? Где мы можем взять природные витамины? Табиғи дәрумен қазақ халқының сүт тағамдарында көп. Қымызда қандай дәрумен бар? Какой витамин есть в қымызе? Витамин С. Үшінші тапсырма. Суреттерге қара, посмотри на картинки, өз ойыңды айт. Расскажи свои мысли. Бірінші суретте шашқа пайдалы дейді. А витамины. Витамин А полезно для волос. Көзге пайдалы. Витамин В2 полезно для глаз. С витамины тіске пайдалы. В каких фруктов есть витамины, которые нужны тебе? Ответьте самостоятельно.
Төртінші тапсырма. Сөйлемдерді толықтырып жаз. Дополни предложение. Мысалы, например, первое. Дәрумені алма, шие, сәбізде көп. Получается, вы сначала перечисляете без окончаний и к последней картинке, последнему слову добавляете окончание. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау бол. На этом мы закончили урок. Подпишись на канал и поставь лайк. Спасибо за внимание.